Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге балаларыңыздың көңілінен шығатын өте дәмді пончиктер дайындайтын боламыз. Ең алдымен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Жылы сүтімізге қант, ашытқы, тұз, жұмыртқа қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Содан соң аз-аздан ұн қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр илеп болған соң сары майымызды қосып, тағы да бір басып шығамыз. Қолға сәл жабысатын жұмсақ қамыр болып шығуы тиіс. Бетін жауып 1 сағатқа көтерілуге қойып қоямыз. 1 сағаттан соң көтеріліп, оны тағы да бір басып аламыз да 10 минуттан соң осылай қамырымызды біркелкі етіп жайып шығамыз. Қамырды өте жұқа етіп жаймау керек. Содан соң осындай домалақ форма алып, кесіп шығамыз барлығын. Және де ортасынан кішкентай ғана, менде кондитерлік насадка болды, соның көмегімен ортасына да форма жасап шықтым. Барлық пончиктерді кесіп болған соң пергамент бумагасында 4 бұрышты етіп, кесіп, соның үстіне пончиктерімізді қойып шығамыз көтерілу үшін. Майымыз қызғанша пончиктерімізде көтеріліп тұру қажет. Қызып тұрған көп мөлшердегі майымызға екі жағын аударып отырып, осылай пончиктерімізді қуырып аламыз. Барлығын майдан шығарамыз. Енді әрлеуге кірісеміз. Қазақстан шоколады және сұйық майды микроволновкаға салып, араластыра отырып, ертіп аламыз. Және де ақ шоколадпен бірге сұйық майды да дәл солай ертесіздер, ештеңе етпейді. Бұл шоколадтарды начинка ретінде қолдансаңыздар да болады. Видеода көрсетілгендей вилканың көмегімен осындай шоңқырлар жасап алып, шприцтің көмегімен шоколадтарды ішіне қарай жібердім. Немесе осылай ғана сыртына әрлесеңіздер де болады. Қара шоколадқа матырып, содан соң ақ шоколадпен осылай узорлар сызып шығамыз. Керісінше ақ шоколадқа батырып, қара узорлар сызып шықсаңыздар да болады. Жаңағы илеген қамырымыздан осындай бірнеше пончиктер шығады. Оформлениясын өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, фантазияларыңыз бойынша неше түрлі етіп жасауларыңызға да болады. Бірақ менде тек қана осы 2 шоколад болғандықтан осындай оформление жасаған болатынмын. Баршаларыңызға ас болсын.